Сәлем оқырман, бүгін упрощенный ИП-ға нулевой отчет жіберетін боламыз. Алдымен менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басыңыздар және сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Сұрақтарыңызға барынша жауап беруге тырысамын. Негізінде дәл осындай видеоны мен алдында түсірген болатынмын. Ол жерде барлығы тез айтылған деген комментарийларды көргесін, мен қайтадан жайлап түсіндіріп, осы нулевой отчетты қайтадан салуды жөн көрдім. Алдымен кабинет КГДГов KZ сайтына өтеміз. Сол жерден войти по ЭЦП деген кнопканы басу арқылы өзіміздің ЭЦП кілтімізді таңдап және паролін теріп кіреміз. Кіргеннен кейін жоғары жағында өзіміздің аты жөніміз, ИН номеріміз және индивидуальный предприниматель деп шығып тұру керек. Яғни бұл біздің личный кабинетіміз деген сөз. Кіргеннен кейін біз ең алдымен өзіміздің алдындағы тапсырылған отчетымызды қарап аламыз. Ол жер журнал налоговой отчетности дегенді басып, журнал форм дегенді таңдаймыз. Одан кейін астыға қарай түсіп, найти дегенді басып, төменге қарай түссек, өзіміздің соңғы тапсырылған отчеттарымыз шығып тұрады. Соны қарап алып, келесі отчетты жасаймыз. Мына жерде настройки деген жерге барып, настройки список форм деп басамыз. Сол кезде бізге керек отчеттарымыздың формалары шығады. Біз 2023-тің екінші полугодесін жіберуіміз керек. 2023 деп бассақ, төменге отчеттардың формалары шығады. Соның ішінен 910 форманы упрощенка деп тұрады. Соны таңдаймыз. 910. Төменге қарай түсеміз. Осында терезе ашылады. Біздің аты жөніміз, ИН номеріміз тұрады. Біздің тапсыратын отчетымыз 2023 деп жазылып тұрады өзі. Сол жерде қасына 2 деп жазып кетеміз. Не ведет бухгалтерский учет деп қоямыз. Яғни упрощенкаде вообще бухгалтерский жұмыс жүрмейді. Сондықтан не ведет деп қоямыз. Бізде отчет бірінші тапсырылып жатырған жоқ. Сол үшін бізде очередная деп таңдаймыз. Егер бізде отчет бірінші рет тапсырылған болса, онда первоначально деп қоямыз. Одан кейін резидент Республики Казахстан дегенді белгілеп кетеміз. Доход деген жерге 0 деп қоямыз. Соответственно, астында барлығы 0 деп шығады. Егер сіздің ИП-іңізде ешқандай доход болмаған болса, действительно, пенсионный социальный отчисление жасамаған болсаңыз, онда сіз осы жерде 0 деп белгілеп, отчетыңызды жасай бересіз. 0 деп қойғаннан кейін төменге қарай түсеміз. Ана жерде социальное отчисление, яғни бұл жерге табысыңызды көрсетесіз, соған байланысты сіздің ана жаққа құятын ақшаңыздың проценті есептеледі. Ол екінші страницада тұрады. Ана жерге біз 0,0 деп қойып жатырмыз, мінекей. А егер доход болған болса, бұл жерде мысалға 350 мың ба, 350 мың деп жазып кетесіз. Екінші страницаға өткенде сол 350 мыңның 3,5% мына жаққа шығып тұру керек. Яғни біздер 0 қойғасын, бізге 0 деп шығып тұр, соответственно. Енді астына қарай түсеміз. Пенсионное отчисление тоже 0 кетеді. Жаңағы ОПВР деген шықты. Қазір ол жерде де 0 деп қоямыз. Одан кейін негізінде медстрахование төлеу керек. Осы кезде түсіндіріп айтып кетейін. Төлеу керек міндетті түрде, бірақ егер сіз декретте отырған ана болсаңыз, немесе тағы да мемлекеттік жұмыста жасайтын болсаңыз, сол сияқты пенсионер болсаңыз деген сияқты өзінің бір категориялары бар, сол адамдар 0,0 деп белгілеп кете алады. Одан кейін 3-ші страницаға бармаймыз, 4-ші страницаға өтеміз. 4-ші страницада біз мына жерде өзіміздің ИП-ымыздың местонахождение, ИП и место жительства. Сіздің өзіңіздің тұрып жатқан жеріңіз бен ИП-ыңыздың орналасқан жері екі түрлі болуы мүмкін. Сол екеуін міндетті түрде регистрационный данныйдан қарап алып барып жазамыз кодын. Сол жері дұрыс емес болып кетсе, отчетыңыз дұрыс қабылданбай қалады. Осылай белгіледік барлығын. Және проверить заполнение дегенді басып, тексеріп аламыз. Ошибок нет деп шықса, если окей деп отправить в КГД деген кнопканы басамыз. Бізге ескерту шығып тұр, осындай отчет кетейін деп жатыр деп, сол кезде біз оқып аламыз да окей дейміз. Және өзіміздің кілтіміздің РСА деген кнопкасын басып, сол жерден пароліміз теріп, отчетты жібереміз. Қазір енді кілт екеу емес, бір кілт болып шығып жатыр. ГОСТ деп. Сол ГОСТты таңдап та қолды қоя бересіз. Отправка успешно завершена деп шықты.
біз енді бұны қалай тексереміз кеткен? Форма налоговой отчетности дегенге барып, журнал форм дегенді басқан кезде манағыдай жіберілген отчеттарымыз списогі шығады. Сол жерде найти дегенді басамыз, сол кезде біздің соңғы жіберілген отчетымыз шығып тұрады. Разнесена деп шығу керек негізінде, бірақ кейде осылай шығады, обрабатывается деп. Шамалдан кейін немесе бір күннен кейін қабылданады отчет. Келесі күні де кіріп тексеріп шықсаңыз болады. Видео пайдалы болса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.